Қайырлы күн достар, арнаға қош келдіңіздер. Сіздермен Толқын. Мен бүгін сіздермен жасалу жолы оп-оңай әрі пайдалы дәрумендерге өте бай салатын жасау жолымен бөлісемін. Бұл қызылша 7 түрлі ауруға ем екен. Қандай ауруларға пайдалы екенін видеода салат жасау барысында айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қайнатылған қызылшаны 4 бұрышты етіп турап аламыз. Ол жері менде видеоға түспей қалыпты. Қызылшаны турап болдық. Енді алмамызды да дәл солай 4 бұрышты етіп турап шығарамыз. Бұл салаттың құрамындағы алма, қызылша, анар, жаңғақ, мейіз барлығы дерлік қан көбеюіне өте көп үлесін қосады, гемоглобинді көтереді. Қызылшаның пайдасы өте көп. Атап өтетін болсақ, ең алдымен қан көбеюіне көмектеседі. Қаныңыз көбейіп, теріңіз тегістеліп, бетіңіз ажарлана түсетін болады. Екіншіден, үлкен кісілерде есте сақтау қабілеті төмендеп, нашарлай бастайды. Сол кезде ми жұмысын жақсартуға үлесі өте көп екен. Үшінші, қан қысымын тұрақтандырады. Егер қан қысымыңыз төмен немесе жоғары болса, күнде қызылшаны, қызылша қосылған тағамдарды, салаттарды жейтін болсаңыз, қан қысымыңыз тұрақты болып тұрады. Үшіншіден, бауыр ауруына бірден бір ем екен. Шикілей де пісіріп те жесеңіз және сығып шырынын ішсеңіз де пайдасы өте көп екен. Сонымен қатар ішек құрылысына, асқазан ауруларына өте пайдалы. Қызылшаны көп жейтін болсаңыз, сары ауруға шалдықпайтын боласыз. Бесіншіден, бұлшықетті қалпына келтіреді. Ауыр спорт түрімен айналысатындарға күнде 200 грамм қызылша шырынын ішсе, бұлшықет ауруын басып, өз қалпына келтіретін болады. Алмамыздың үстіне бір анарымызды ашып саламыз. Алтыншы, онкологиялық аурулардың алдын алуға көмектесетін болады. Және жетінші, ағзаңызды шылықтан тазалайды. Күнделікті қызылшаның шырынын ішетін болсаңыз, ішек құрылысыңыз тазалап, ағзадағы бөтен заттардың бәрі сыртқа шығып, ағзаңыз тазаланып қалатын болады. Анардың бәрін ашып болғаннан кейін, грек жаңғағын ұсақтап турап үстіне саламыз. Мейіз саламыз. Жарты шай қасықтай тұз себелейміз дәміне қарай. Және үстінен мен майонез салдым. Йогурт салуға да болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Достар, осымен біздің салатымыз дайын. 10 минут уақытыңызды бөліп отбасыңызға дәл осындай пайдалы салат жасап беріңіз. Атап өткенімдей пайдасы өте мол, иммунитетті көтереді, қан аздықпен күресіп, гемоглобинді көтереді және түрлі ауруларға ем болатын өте пайдалы салат. Көпте уақыт алмайды, жасалу жолы оп-оңай. Құрамындағы заттардың бәрі ағзаға өте пайдалы заттар. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.